Мен Бейсекенова Гүлнара Берікқызы, тәуелсіздіктің 20 жылдығы атындағы мәдениет және демалыс орталығының көркемдік жетекшісімін. Ақтөбе облысы Ойыл ауданынан келіп тұрмын. Бүгінгі шараға біздің орталықтағы әйел бақыты жас келіндер қызығушылық клубының жобасын ұсынып отырмын. Бүгін рухани қазына фестивалінің республикалық кезеңінің екінші күні, кеше бірінші күні мәдениет ұйымдары бойынша өз жұмыстарын қорғаса, бүгін мәдениет қызметкерлері өз жұмыстарын қорғауда. Ертең форумның ашылуы. Әрине форумның ашылуын біз бәріміз асыға күтудеміз. Жаңағы айтады ғой, бәріміздің илеп жатырғанымыз бір терінің пұшпағы деп, бірақ енді өзіме алатындай, бұл іс тәжірибелерін насихаттап жатқаннан кейін солардан бір алатындай бір нәрселерді өзіме түртіп алдым. Бүгін енді Қазақстанның басқа да өнер майталмандарының өнер көрсеткен киелі сахнада осылай тұру мен үшін өте қуаныш, мәртебе. Бүгінгі концерт залы ерекше әсердемін. Керемет. Мынадай сахнада ән салудың өзі әрбір әншіге, әрбір өнер адамына ерекше бір әсер береді деп ойлаймын.